Тақият аслы жастар үшін жаратылған имканиятлар, олардың машқалаларына шешім табу бағдарындағы жұмыслар хәкім һәм жастар ұшырасуында текарғы додалауда болды. Толық мағлумат әзіргі сюжетімізде. Тақият ас районы хәкімі һәм құқық қорғау тарауы басшылары күш қайратқа толы дүрітуші жастар менен ұшырасты. Район басшысы һәр күні жастарды тыңлауға таяр, жастар машқалаларын үйреніп, оларға шешім табу ең ахметлі вазипалардан бірі. Сол күннің өзінде 200-ге жақын жас һәм олардың ата-аналарының машқалалары тыңланды. Жастардың бәнтлігін тәмелеу бағдарында және бір үлкен қадем тасланды. Себебі жастар мәселесі мемлекеттік саясаттың текарғы бағдарларының бірі. Тақият ас жастар жұмыссызлығынан тыс аймаққа айландырылады. Өткерілген ұшырасудан көзленген мақсат әйне осы. Ұшырасуда сөзге шыққанлар жастар үшін 7 жыл мүддетке жеңілетілген кредит қаржылары ажыратылуы хақында айтып өтіп, 2025 жыл жастардың бәнтлігіне шешім табудың жаңа басқышына көтерілуін мәлім етті. Яғни һәр бір жастың кредит алудағы машқаласы, қызығушылығы бірме-бір тыңланды. Бұлар тек қана қағазда емес, әмелде өз тастығын табу үшін ізденіп атырған және бір қадем. Мен Қазақстан Республикасында 7-8 айдан бері тігіншілікпен айналыстым, және ол жақта перделер тіктік, және құрақ көрпешелер, қыздардың жасауларымен айналыстық. Олардың барлығын тоқу, тігу біздердің мойнымызда болды. Қолымнан келген жұмыс болған үшін жастарға, осы Қаралпақстанда жастарға үйрету мақсатында келдім. Хәкімнің қабылына бүгін келіп отырмын. Қанағаттандыруды өзім көмектесемін деп маған ұсыныс етті. Негізі екеуміз бірге жаңағы базар көлемі болсын, басқа фирмалар болсын, қолдау көрсетемін деген ұсынысты берді. Мен бұл арқылы өзім қатарлы жастарға және өзімнен үлкен болған жастарға, мысалы 15 жастан бастап 30 жасқа дейінгі болған әйел қыздарды және үйде отырған баласынан шыға алмайтын жастарды жұмыспен тәмелегім келеді. Оларға тігушілік сырларын түбегейлі үйретіп, кішкене өздерін аяққа тұрғызып, жұмыспен тәмелеп, өздері алып кетуіне кішкене көмектескім келеді. Басшылар жастарды тыңлайды, жастар машқалаларына біргелікте шешім табады. Бұл жастар үшін үлкен мотивация. Ұшырасуда жастардың қызығушылықтарынан келіп шыққан халда оларды кәсіп өнерге үйрету, шет тілдеріне бағдарлау, қабілетлерін жүзеге шығару бойынша да бірқатар пікір ұсыныстар тыңланып, жауапкерлерге бұл бойынша тапсырмалар берілді.